Бірде Мұхаммед пайғамбар серіктерімен сұхбаттасып отырып былай дейді: Әбіліс адамның ұлықтығын мойындамай тәкаппарлық қылды. Сол ниет үшін қарғыс қамытын киіп жәннаттан қуылды. Сол дұшпан Сәфидан бері ізімізден бағып толассыз азғырып келеді. Алайда Әзәзіл де бетіне күйе жағылып, күнәлі болмай тұрғанда 7 қат жерде, 7 қат көкте тыңбай ғибадат еткен. Қазірде Тәңірге деген тағатын орындайды деді. Сонда бір серігі таң қалып: «Я Расулалла, Әбілісте адам сияқты күнде Құдайға құлшылық ете ме?» деп сұрады. Әлбетте, бірақ шайтан құлшылықты әдетке айналдырған. Оған ықыласпен отырып зікір салауат айту ғана нәсіп болмаған, деді пайғамбар. Ал шын жүректен зікір салауат айту кімдерге бұйырған? Зікір салауат ұлық Алланың тек ең тақуа құлдарына берген нығметі. Әсіресе Алатаңмен аралас айтылған салауат пен дұғаның қадірі бәрінен қымбат. Үздіксіз айтылған салауат жүректің кірін кетіріп, ізгілікке құштар етеді. Көңіл айнасына кір шалмас үшін үнемі зікір мен салауат айтып жүріңдер деген екен.